Сәлем озат оқушым, бүгін бізде 84-ші сабақ графиктер. Яғни графиктің не екенін үйренетін боламыз. Бірінші тапсырма есепті шығар. Биылғы жылғы картоптың түсімділігі 200 центнерға, а былтыр 15 центнерға болған. Егер картоп отырғызуға бөлінген жердің ауданы 10 гадан өзгермеген болса, шаруа қожалығында биылғы жылы қанша картоп артық жиналды дейді. Яғни М1-ді 200 центнерға дейміз, М2-ні 150 центнерға дейміз. Ауданы S тең 10-ға. Бізге табу керек шаруа қожалығындағы биылғы жылы қанша картоп артық жиналды дейді. Соның жалпы массасын табу керек. М1 және М2-ні. Енді шешуі М1-ді табу үшін біз картоптың түсімділігі, биылғы жылдың картоптың түсімділігі, яғни М1-ді жалпы ауданына көбейтеміз, жердің ауданы S-қа. Сонда 210-ға көбейтсек 2000 центнер екен. М2-ні табу үшін М2-ні көбейтеміз S-қа, яғни 150-ді 10-ға көбейтеміз, 1500 центнер болады. Енді қанша картоп артық жиналған табу үшін 2000-нан 1500-ді азайтамыз. Сонда 500 центнер картоп артық жиналған екен. Келесі екінші есеп. Есепті шығар. Бір фермерде картоптың түсімділігі 160 центнерға, ал екіншісінде 80 центнерға болды. Егер олар картопты бірдей мөлшерде 320 тоннадан алған болса, онда фермерлердің әрқайсы қандай ауданға картоп еккен дейді. М1 160 центнерға дейміз, М2 80 центнерға. М тең 320 тонна, яғни 10 центнерге айналдырсақ 3200 центнер болады. Бізге жалпы ауданын табу керек, S1 және S2-ні. Енді шешуі S1-ді табу үшін М-ді М1-ге бөлеміз. 3200-ді 160-ға бөлсек тең 20-ға болады. Бұл бірінші фермердің жер ауданы болады. Енді екінші фермердің жер ауданын табу үшін М-ді М2-ге бөлеміз, яғни 3200-ді 80-ге бөлеміз. Сонда 40-ға болады. Бұл екінші фермердің картоп еккен жер ауданы екен. Сонда бірінші фермер 20 гектар жерге картоп еккен болса, екінші фермер 40 гектар жерге картоп еккен болады. Осылай М1, М2 деп барлығын түсініп шығарып аламыз. Енді мынаны есте сақтап алайық. График, грекше графика, сызылған қандай да бір шаманың, мысалы жолдың басқаға, мысалы уақытқа тәуелділігін көрнекті бейнелеу үшін қолданылатын сызба. График кейбір есептерді шығарудың ыңғайлы тәсілі. Күнделікті өмірде сен пойыздардың қозғалыс графигін, ауа температурасының өзгеру графигін және басқа көптеген графиктерді кездестіріп жүрсің. Яғни кейбір есептерді шығаруға ыңғайлы тәсілдің бірі осы график екен. Ол грекше графикос, яғни сызылған деген мағынаны білдіреді екен. Келесі үшінші есеп, математика күнделікті өмірде тапсырманы орында дейді. Фермер өзінің егістігін велосипедпен аралады. Графиктегі көлденең ось сәуле бойынша қозғалыс уақыты, ал тік ось сәуле бойынша жүріп өткен жолы, яғни ара қашықтығы көрсетілген. Бір сағат ішінде жүрген жолы нүктемен белгіленген. 2-3-4 сағатта жүрген жолы нүктемен белгілеп, алынған барлық нүктелерді бір-біріне қос. Шыққан сәуле қозғалыс графигі болады. Міне біз көк сызықпен қосып көрсетіп қойдық, Енді есепті шығарайық. S1 тең 20 километр, Т1 1 сағат, S2 40 километр, Т2 2 сағат, Т3 3 сағат, Т4 4 сағат екен. Бізге S3 және S4-ті табу керек. В тең S1-ді Т1-ге бөлеміз, яғни 20-ны 1-ге бөлсек 20 километр сағат болады. S3-ті табу үшін В-ны Т3-ге көбейтеміз. 20-ны 3-ге көбейтсек 60 километр болады. Ал S4-ті табу үшін В-ны Т4-ге, яғни Т дегеніміз ол уақыт, сағат. Т4-ге көбейтеміз. Тең 20-ны көбейтеміз 4-ге, сонда 80 километр сағат шығады екен. Осылай графикті сызып аламыз. Графикте көрсетілген ось бойынша уақытын және жүрілген жолды есептей отырып, формаға салып, өстіп есептің жауабын табамыз. Нұсқасы графикке қара, фермер таңғы сағат 8:00-ден 10:30-ға дейін нысандарды аралады дейді. Мына жерде графикпен және де бірнеше нысандар көрсетілген, оның уақыты және жол жүру
ара қашықтығы көрсетілген. Бұл графиктен біз қандай ақпарат аламыз? Мысалға, фермер 8:00-де фермадан шықты. 8:30-да бидай егістігіне 30 километр жол жүріп жетті. Енді бидай егістігінде 10 минут болды. Оны біз график, қызыл сызықпен сызылған графиктің көлденең жатқан сызығынан сәл ара қашықтық бір тор көзді қолдап тұрған, бір тор көзді алып тұрған, соны 10 минут деп аламыз. 10 минут болды. 8:40-та жолға шығып, сағат 9-дан 10 кеткенде базарға жетті. Базарда 10 минут болды. 9-дан 20 кеткенде жолға шығып, 10-нан 20 кеткенде картоп егілген жерге жетті дейміз. Яғни мына сызбада көрсетілген график бойынша және екі ось, біреусінде жүрілген жол километрмен көрсетілген, ал біреусінде уақыт аралықтары көрсетілген. Соларға қарай отырып, нысандарға қай уақытта жетті, ол жерде қанша уақыт болды, соны біле алады екенбіз. Енді Б нұсқасы кестені 3-ші тапсырмадағы сурет бойынша дәптеріңе толтыр дейді. Яғни уақыт берілген 8:30, 9:00, 9:30, 10:00 және 10:30 деп. Біз солардың арасында сол уақыттарда қай ара қашықтықта болған екен фермер. Соны табуымыз керек графикке қарай отырып. Яғни 8:30-да 30 километрлік қашықтықта болған екен. Ал сағат 9:00-де 50 километрлік қашықта болды. 9:30-да 65 километрлік жол үстінде болса, 10:00-де 85 километрлік қашықтықта болды. Ал 10:30-да 100 километрлік қашықтықта болған екен. Төртінші есеп математика күнделікті өмірде. Фермер жинаған өнімін өткізіп, келесі жылы егетін егін үшін барлық қажетті заттарды сатып алды. Қалған ақшаға киім сатып алмақшы болды. Маусымдық жеңілдіктер кезінде барлық тауарлар өзінің бастапқы бағасының 3-тен 1 бөлігіне тең бағаға арзандайды. Тауарлардың жаңа бағасын анықта дейді. Міне тауардың атауы берілгене еті, күрте, костюм, кроссовка деп. Және бастапқы баға берілген. Біз жаңа бағаны анықтауымыз керек. Ол үшін бастапқы бағадан азайтамыз және бастапқы бағаны 3-ке бөледі екенбіз. Яғни 23832 азайту жақшан ішінде 23832-ні бөлеміз 3-ке, сонда 15888 шықты етіктің жаңа бағасы. Енді күртенің жаңа бағасын табамыз. 33696 азайту жақшан іші 33696-ны 3-ке бөлгенде 22464 екен күртенің жаңа бағасы. Келесі костюм 13944 азайту жақшан ішіне 13944-ті 3-ке бөлгенде 9296 шықты. Келесі кроссовка 12810-нан азайтамыз, жақшан ішінде 12810 бөлу 3. Кроссовканың жаңа бағасы 8540 екен. Енді егер фермер киімге 50 000 теңге қалдырған болса, осы ақшаға қандай киім сатып алуына болады? Яғни етік, күрте, костюм алуға болады екен, кроссовкаға жетпейді екен. Бесінші есеп, есепте дейді. Фигураның боялған бөлігінің ауданын тап, оны әр түрлі тәсілдермен орындауға бола ма дейді. Яғни ауданын табу үшін біз S тең дейміз, 6 көбейту 4 дейміз, бір қабырғасына екінші қабырғасын көбейтеміз, азайту дейміз. Енді мына екінші бөлік берілген астында ақпен көрсетілген. Ол жерде 1 көбейту 2 деп аламыз. Сонда 6-ны 4-ке көбейтсек 24, 1-ді 2-ге көбейтсек 2 шығады. 24-тен 2-ні азайтсақ, фигураның боялған бөлігінің ауданы 22 метр квадрат шығады. Енді екінші тәсіл бойынша бұлай есептейміз. S тең 6 көбейту дейміз, жақшан ішінде 4 азайту 2, қосу, жақшан ішінде 6 азайту 1, көбейтілген 2 дейміз. Енді 6-ны 2-ге көбейтіп аламыз, 5-ті 2-ге көбейтіп аламыз да шыққан сандарды қосамыз. 6-ны 2-ге көбейтсек 12, 5 жерде 2, 10 болады. 12-ге 10-ды қоссақ 22 метр квадрат. Бізге бірінші тәсіл тиімдірек болып тұр. 6-шы есеп, есептердің шешуін өрнек түрінде жаз. А нұсқасы. Балабақша үшін килограммы 230 теңге тұратын 30 килограмм қант және килограммы 1800 теңге тұратын бірнеше килограмм сары май сатып алынды. Барлық сатып алынған затқа 33900 теңге төленді. Неше килограмм сары май сатып алынды дейді. Яғни біз оның берілгенін былай жазамыз. Төленді 33900 теңге, қант 230 теңгеден 30 килограмм алған екен. Сары май 1800 теңгеден алған, бірақ неше килограмм алғаны белгісіз. Соны табуымыз керек. Оны табу үшін жақшан ішінде 33900-ден азайтамыз 230,
көбейту 30 дейміз да, оны сары майдың бағасы 1800-ге бөлеміз. Сонда 15 килограмм шықты. Оны былай есептедік. Бірінші амал ең алдымен 230-ды 30-ға көбейтіп алдық, 6900 шықты. Енді 33900-ден 6900-ді азайттық, 27000 қалды. 27000-ді осы 1800-ге бөлдік, сары майдың бағасына. Сонда 15 килограмм шықты. Яғни жауабы 15 килограмм сары май сатып алынған екен. Берілгеннің барлығын жазып аламыз. Одан кейін шешуінде сол берілгені бойынша есептеп 3 амалмен шығарып алады екенбіз. Келесі ә нұсқасы: қоймаға 650 килограмм сәбіз әкелінді. Осы сәбіздің бір бөлігі әр қайсы 7 килограммнан 21 торқалтаға, енді бір бөлігі әр қайсы 8 килограммнан 16 торқалтаға салынды. Неше килограмм сәбіз торқалтаға салынбай қалды дейді. Яғни 21 торқалтаға 7 килограмм салынды, 16 торқалтаға 8 килограмм салынды. Барлығы 650 килограмм екен, салынбады. Неше килограмм сәбіз? Соны табамыз. Оны табу үшін шешуі 650 деп барлығынан азайтамыз. Жақшаның ішінде 7 көбейту 21, қосу 8 көбейту 16 дейміз. Яғни бұны бірінші амалы 7-ні 21-ге көбейтіп аламыз, 147. Екінші амалы 8-ді 16-ға көбейтсек 128. Енді 147 мен 128-ді қосамыз, үшінші амалда 275 болады. Ең соңында барлық 650 килограммнан 270 килограммды азайтамыз. Сонда бізде шықты 375. Яғни жауабы 375 килограмм сәбіз торқалтаға салынбай қалған екен. Есептің берілгені бойынша барлығын жазып аламыз, және сол берілгендері бойынша осылай амалдардың ретімен есептеп шығарып алады екенбіз. Жауабы 375 килограмм сәбіз болды. Жетінші есеп: егер Алия өрнекті амалдардың орындалу реті бойынша жазған болса, онда оның қандай өрнекті есептегенін тап дейді. Мінеки А нұсқасында былай жазамыз: 605 көбейту 415 азайту 777777 бөлу 11 дейміз. Жауабы тең 180368 шығады. Оны мынадай 3 амалмен шығарған екен. Біріншісі 605-ті 415-ке көбейткенде 251.075 шықты. Екінші амал 777.777-ні 11-ге бөлгенде 70.707 шықты. Үшінші амал 251.075-тен аламыз 70.707-ні. Сонда жауабы 180.368 болады екен. Енді ә нұсқасы: 506.731-ден азайтамыз 118.005-ті. 11805-ті. Оны бөлеміз 2-ге, оған қосамыз 136.856-ны. Сонда тең болады 384.319. Оны 3 амал бойынша шығарамыз. Ең алдымен жақшаның ішіндегі азайтуды орындаймыз. Сол кезде 494.926 шығады екен. Екінші амал: осы 494.926-ны 2-ге бөлеміз. 247.463 болды. Енді осы 247.463-ке 136.856-ны қосқанда 384.319 болады екен. 8-ші есеп: есепті шығар, сен зерттеушісің. Жер учаскесіне бір бөлігі құмнан, екінші бөлігі шымнан, төрт бөлігі қара шіріктен тұратын топырақ қоспасы әкелінді. Осындай 7 тонна топырақ қоспасының құрамында неше килограмм қара шірік бар дейді. Яғни барлығы 7 тонна деп аламыз. Құм соның бір бөлігі екен, ал шым 2 бөлігін құрайды екен. Ал қара шірік неше килограмм болады? Соны табуымыз керек. Ол 4 бөлігін құрап тұр екен. Оны шығару үшін мынадай 3 амалмен шығарамыз. Ең алдымен барлығын қосып аламыз. 1-ге 2-ні және оған 4-ті қосамыз, бөліктерін. Сонда 7 бөлік болды. Екінші амалы: 7 тоннаны осы 7 бөлікке бөлеміз. Сонда 1 тонна. Яғни бір бөлігі 1 тонна екен. Енді үшінші амалы: 7 тоннадан 1 тоннаны азайтамыз, одан кейін 2 тоннаны азайтамыз. Яғни құм 1 тонна, ал шым 2 тонна болды. Сонда 4 тонна қалады. 4 тоннамыз 4000 килограмм, яғни қара шірік 4000 килограмм екен. Ол 4 бөлікті құрап тұр екен.
9-шы есепті шығар. Бір жер учаскесінде сәбіздің түсімділігі 28 тонна га, ал екіншісінде 35 тонна га. Егер әрбір жер учаскесінде сәбіз 15 га жерге егілген болса, онда әрбір жер учаскесінен қанша түсім жинаған дейді. Яғни М1 тең 28 тонна га дейміз, М2 тең 35 тонна га дейміз. Бізге С1 тең С2 оның екеуінің жалпы ауданы алып жатқан 15 га екен. Біз енді М1-ді табу үшін жалпы сәбіздің түсімділігін көбейтеміз ауданға. 28-ді 15-ге көбейтсек 420 тонна екен. М2-ні табу үшін жалпы сәбіздің түсімділігі екіншісіндегі болған 35-ті 15-ге көбейтіп аламыз. Сонда 525 тонна. Жауабы 420 және 525 тонна түсім жинаған екен. Мінеке озат оқушы, біздің бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Каналға тіркелмеген болсақ, тіркеліп алайық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.